Саламатсыздар ма оқушылар? Отыра қойыңыздар. Видео сабаққа қарап алайық. Sizler video қарап алдыңыздар. Жат көрдіңіздер видеоның ішіне? Құрақ көшмешенің өзі оюлардан тұрады. Қандай сосын? Құрақтарды неден жасаймыз біз? Қандай фигуралардан жасаймыз? Геометриялық фигуралардан жасаймыз. Жақсы. Қазір енді мына жерде алдарыңызда фигуралардан үш бұрышты фигуралар жасап қойдым. Топқа бөліне қояйық. Кел қала қойыңыздар. Бірінші топ жұдырықтарыңызды түйістіре қойыңыздар. Екінші топ алақан түйістіре қойыңыздар. Жақсы, отыра қойыңыздар. Үйге қандай тапсырма бердім мен? Оқушылар? Сұрақ жауап арқылы сұрақ бердім да үйге сіздерге. Енді осы сұраққа жауап берейік. Құрақ туралы қандай мәліметтер білесіңдер? Құрақ туралы Шәкизат айта ғой. Құрақ түрінде үстелді көрпешемада қималарын қойыластырып, тұмаша сегіз жапырақ бұрын және неше түрлі қазақи оюлардан өнертеден құралған көрпені құрақ немесе құрақ көрпе деп атайды. Жақсы, рахмет. Қандай баға қоямыз? Жақсы жауап берді ма? Түсіндіре ме бәріңге? Жақсы. Келесі, құрақ құрауға қандай материалдарды қолданамыз? Қандай материалдарды қолданамыз? Айта ғой, Әмина. Жібек, мақпал, шыт, масаты, мақпал, жібек, шыт, жібек, дұрыс, молодец. Әмина да өте жақсы жауап берді. Солай ма? Құрақ туралы қандай ырымдар бар? Қазақ халқында бұрынғы ата-бабаларымыздың махаббат айта ғой. Қашанда әттеңгілікпен сұлулыққа құштар ата-бабамыз қыздың артынан аққу құрағын апарған. Әр үйде құрақтан жасалған бұйымдар болуы қажет. Сондықтан қыздың артынан құрақтар мен бұйымдар апарады. Халқымызды төрге шығарған адамдар құрақ көрпені төрге төсейді. Біз көрпе отырауын. Махаббат, рахмет. Махаббат та жақсы жауап берді. Құрақтың өзі айтып отырмыз. Бой жеткен ұзатқан қыздардың артынан сол өздерінің үйінде жақсылық болсын, қуаныш болсын деп, жаңа аққудың, әртүрлі құрақтардан бәріне сондай көрпеше, жасты, сондайлардан бұрынғы заманда солай берген. Қазіргі кезде де сол құрақтың құралу әдісі әлі де қалып жатқан жоқ. Жақсы, бүгінгі үйге тапсырманы жақсы етіп дайындалып келген екенсіздер. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тоқыма мозаика техникасында тігін бұйымдарының дизайны, материалдарды таңдау және дайындау. Дайындау жұмыстың орындалу бір ізділігі. Оқу мақсаты алдарыңызда тұр.
Сабақтың мақсаты тоқыма мозаика техникасында тігін бұйымдарының дизайны, оларды өңдеу мен пайдалану жолдарын анықтау, қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау. Дескриптор білім алушы таңдаған мозаика түрінде бұйым жасау үшін қажетті құралдарды анықтайды, альбомына кесте сызады, қажетті құралдар тізімін жазады, өлшемін, кететін уақытын, күтілетін нәтижесін жазады. Бағалау критерийі: білім алушы технологиялық карта жасайды, бұйымға арналған нобайы жасайды. Енді құрақ құрау. Бүгінгі отырған сабағымыз құрақ құрау. Құрақ құрау үшін матаны қолдануға болады. Табиғи маталармен, әсіресе ұсақ суретті маталармен жұмыс істегенде ыңғайына қарай олар жақсы жуылады, әрі тез үтіктеледі. Мысалы, біз алатын болсақ, сиса, сәтен, және аминайтты мақпал маталар жатады. Маталарға қойылатын негізгі талаптар бар екен. Олар созылатын, сетінемейтін, тозғақ емес, тығыздығы және қалыңдығы біркелкі болуы тиіс. Сондай-ақ төсеме материал, синтепон, ватин ішіне салу үшін әрлеу материалдары, бұл таспа, сілтер, безендіру үшін қажет екен. Енді біз түске келетін болсақ, түс дұрыс таңдауымыз керек. Ол үшін түстің үйлесімділігі жақсы болу керек, әдемі болу үшін. Ол құрақтың эскизін дайындаған кезде өрескел қателіктерді жібермеуіміз керек. Өйткені түс бір-біріне үйлеспесе, көрпенің түсі әдемі болып шықпайды. Енді мына қарап отырсаңдар, түсті шеңберді көріп отырсыңдар да? Соның ішінде негізгі ортасында тұрған түсті атаңдаршы. Қандай түсті мына жерде? Сары түс, сосын қызыл түс, сосын көк түстер. Ал басқалары осы түстерді араластыру арқылы алынатын туынды түстер болады. Енді түс пен фактураны әртүрлі құрақтармен тәжірибе жасайсыңдар алға қарай. Ойектердің сызбалары мен түсі шеңберді негізге ала отырып, өздерінің құрақ құрау схемалар арқылы, бүгінгі біз жаңа екі топқа бөлгенде мен сіздерге геометриялық фигуралар бердім ғой. Сол геометриялық фигуралардан сіздер құрақ жасайсыздар, құрақ аппликациясын жасайсыздар. Әрі қарай құрақ құрау техникасында орындалатын бұйымдар. Бұл бұйымдар, мұны қарап отырсыздар, көрпеше, диван жапқышқа да осындай құрақтан жасауға болады. Мынау тұтқыш, ыстық заттарды, мысалы шәйнек, қазанда ұстағанда осындай тұтқыштарды да біз құрақтан жасайды екенбіз. Мына жерде құрақ жастық, көрпеше, оны да біз қонақтар келгенде үлкен төбелерімізге төсеп, үлкен кісілерге осындай қазақтың ұлттық құрақ өнері осылай болады екен. Жаңа айтып отырдық қой, түстердің өздері бір-біріне үйлеспесе, ашпайды. Өз-өз бір-бірлеріне үйлесімді болу керек. Енді диванға арналған жастық дайындау дейді. Бұл тәжірибе жұмысын төменде берілген суреттерге сәйкес орындаңдар дейді. Құрақ құрау әдісі туралы әңгімелеп беріңдер дейді. Құрақ құрау арқылы жасалған бұйым эскизін дайындап, өрнек салып түсті шеңбер туралы білімдерінің негізінде бояп шығыңдар. Бөлшектер олардың өлшемдерін есептеңдер. Құрақ бұйым үшіге арналған қима үлгі лекалы жасаңдар. Жұмысты орындау үшін қажетті материалдар мен құрал-жабдықтарды таңдап алып, дайындайсыңдар бүгінгі жұмыста. Алға қарай біз сармандық жұмыс жасаймыз сол кезде. Ал енді біз сармандық жұмыс жасамастан бұрын біз не істеуіміз керек? Қауіпсіздік ережелерін білуіміз керек. Инемен, қайшымен, иә? Ал инемен қандай өздерің білесіңдер? Еске түсіріңдерші? Айта ғой. Инені өз қобдишамызда үнемі сақтау керек. Және инені ашық жерде қалдырмау керек. Дұрыс. Сосын тот басқан инені қолдануға болмайды. Тот басқан инені еш уақытта қолдануға болмайды. Жақсы отыра ғой. Тағы қандай? Инемен айтты. Енді қайшымен. Қайшымен. Ақыр айда ғой. Қайшымен жерде ұстауға болмайды. Және қайшына берген кезде қайшына ұшын ұстап беру керек. Иә. Әйтпесе адамға және тек кету. Иә, сосын оны ашық тастап кетуге болмайды.
сосын кез келген жерге тастауға болмайды. Жақсы отыра қойыңдар. Енді мен мына қауіпсіздік ережелерінен сіздерге айтпай кеткен ашық тастауға болмайды айттық та, солай ма? Қайшыны жолдасыңа ұшмен берме дейді. Қайшыны ойыншық ретінде пайдалануға болмайды. Үйдегі кішкентай балаларға да қолдарына ұстауға болмайды ол қайшыны. Қайшыны үтік бұл кезде де тек қайшы ғана емес, бұл үтікті де пайдаланыз. Өйткені жату үшін. Жаңағы біз құрақ жасаймыз деп жатырмыз ғой. Сол құрақтарды жасау үшін біз үтік деп аламыз. Бұл өзі жатқызу үшін. Мысалы, мына жерде 8 жапырақ. Санап қарасаңдар, мына жерде 8 жапырақтың несімен жасалынған мына жерде. Ал қарай, енді қазір біз қауіпсіздік ережелерін еске түсірдік. Енді біз сарамандық жұмысқа түсеміз. Сарамандық жұмыста не жасаймыз? Бәрін мұқият тыңдап алыңыздар. Сарамандық жұмыс жасағанда түрлі түсті қағаз көмегімен құрақ аппликациясын жасаймыз. Яғни сіздерге 3 бұрышты, 4 бұрышты фигураларды бердім ғой да, геометриялық фигураларды бердім. Соған байланысты жасайтын жұмысымыздың реті. Әртүрлі өз қалауынша құрақ үлгісін жасайсыздар. Мен сіз анан жаса, мынан жаса деп сіздерге айтпай, құрақтың өзінің неше түрі бар ғой, солай ма? Қошқар мүйізді болады, сосын тырнақ, бөл сияқты болады, сосын қандай шақсақтаса түстесе, әр түрлі өзінің құрақтың өзінің түрі болады. Олар геометриялық ішінде үлгі қағазға жасап даярлап болғаннан кейін, қиып болғаннан кейін біз не істейміз енді? Жапсырамыз да, желіммен жапсырамыз. Одан кейін өздерінің бір-біріне түстің үйлесімділігіне қарап жапсырамыз. Солай ма? Қазір енді бастайық, оны болғаннан кейін не істейміз? Картонға жапсырамыз. Сосын оның атауын жасасыңдар. Қандай құрақ жасап отырсыңдар? Қандай құрақ көпеше жасайсыңдар қазір аппликациямен, қағаздан. Соның атауын жасасыңдар да жапсырасыңдар құрақтарыңдар. Бірінші топ, жаңа айттым ғой, 3 бұрышты фигурадан жасайсыңдар, келесі екінші топ 4 бұрышты фигурадан жасайсыңдар. Ал бастай қоясыздар. Бір-бірлеріне жақындауға болады. Жақындап жасайсыңдар ғой. Кірелерім бар. Солай ма? Жоқ. Қайшыны жоғары ұстауға болмайды. Құрың күрен үйлесіңдер. Атауын жазасыңдар, қыздар сосын. Атауын жазыңдар. Болыңдар ма қыздар? Жылыңыздар. Болыңдардан ба? Болған сияқты, қазір шыға қояды ортаға. Бәрінге шыға қойды. Бәрінің жұмыстарын қойып келді. Қыздар болыңдар ма? Кезерде? Отыра қойды. Отыра қойды. Ал қарайық енді. Бірінші топтың жұмысын қарайық. Қыстай қой. Бұл сөйтте қол атау, гүл атау, құрағын жасадық. Қандай фигуралардан жасадыңыздар? 3 бұрыш, бұл жерде неге ұқсайды? Гүлге ұқсайды, солай ма? Қалай екен, қыздар жақсы жасаған ба? Қандай өзімізді бағалап қарайық? Қолша баптауға сосын басқарма арқылы да өте жақсы екен, әдем екен. Жақсы отыра қойыңдар. Келесі екінші топ. Бәрін түгел жасаған жұмыстарын. Амина, айта ғой. Біздің жасаған жұмысымыз шахмат тәріздес. Біз Қандай түстерді пайдаландыңдар? Біз көк және соры түстермен пайдаландық. Сосын көк түсті пайдаланыңдар. Ал құрақтардың аты қандай? Шахмат тәріздес. Құрақ көрпешенің несінің салыпты, аппликациясын сақты. Қалай жұмыстар қалай екен олар? Басқарма арқылы көрсетейік та, өте жақсы екен.